сендер имам оқып тұрған уақытта имамның артында оқитын сияқтысыңдар дейді. Сонда сахабалар, иә, біз оқимыз дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям, жоқ, оқымаңдар дейді. Ла тафалу, істемеңдер, яғни сол оқуды қойыңдар дейді. Илля ан яқра ахадукум би уммил китаб. Тек қана біреулерің сол Фатиха сүресі ғана болса болады дейді. Соны ғана оқу керек дейді. Амма ман кана лаху имам лаху қира'a деген хадис, кімнің имамы болатын болса, оның артында, яғни сол оқыса артындағыларға оқыған болады деген хадис. Біріншіден иснадында сөз бар ол хадистің. Екіншіден, ол хадистің төбеде айтылған хадиске ешқандай тұратын қарсылығы жоқ. Қарсы келіп тұрған жері жоқ. Себебі бұл хадис Фатиха сүресінен басқа нәрсені оқымау керек. Жарияланған намазда, имам даусын шығарып оқитын намазда Фатиха сүресінен басқа сүрені оқымау керек. Тек қана себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям өзі бағанағы төбеде айтылған сахих хадисте илля би фатихатил китаб, тек қана Фатиха сүресі деп шектеп қойды. Қалғанын оқу керек емес. Бұл қашан? Жарияланған намазда. Амма іштен оқылатын намазда әрбір адам Фатиха сүресінде оқиды. Әрбір адам Фатиха сүресінен кейін біз зам сура дейміз, яғни қосылып оқылатын сүренінде оқылуы керек болады. Бұл осылай, бұл мәселеде сөз көп, бірақ бұл ең қысқа жолмен айтылған сөзіміз. Аллаху алам. Осы сөздерден біреуі, осы көзқарастан басқа бір көзқарасты, басқа бір мазхабты дұрыстырақ деп сенсе, соны алғаны ол үшін сол. Аллаху алам. Одан кейін муаллиф рахимахулла айтады: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه كره وتحرم مسابقته деп жатыр. Ол жерде имам менен артындағы мәмум қосылып оқып тұрған адам, оның имаммен қарым-қатынасы, яғни о менен болатын әрекеті, оған ерудің суреті қалай болатын екенді бұл айтып бермекші. Айтып жатыр: وَيَشْرَعُ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامِهِ. Намаздың іс-әрекеттерінде имамнан кейін кіріседі ол. Имамнан кейін кіріседі. Мин ғайри тахаллуф. Имамнан артта да қалып кетпейді. وَإِنْ وَافَقَهُ كُرِهَ деп жатыр, яғни бірге жүрсе макрух болады деп жатыр. Мусабақату, одан өзіп кетуі арам болады. Демек, осы жерде имам менен имамның артында оқып тұрған адамның жағдайы төртке бөлінеді. Біріншісі мусабақа. Мусабақа дегені имам мен жарысып оқу, алға өтіп кетіп қалады. Бұл арам бол. Мүмкін емес. Екіншісі имам менен бірге жүреді. Бұл да бір дұрыс емес, макрух бұл нәрсе. Себебі бұл имамға еруге қарсы. Үшіншісі артта қалып кетеді. Бұл да дұрыс емес, келешекте оның өкімі айтылады. Одан талап етілген, яғни имамның артында тұрған адам, имамға одан талап етілетін нәрсесі еруі. Қалай? Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтқан суретте. Иза каббара факаббиру. Егер такбир айтса, такбир айтыңдар. Имамнан бұрында такбир айтпайды. Имаммен бірге де такбир айтпайды. Имам такбир айтқаннан кейін біраздан кейін де такбир айтпайды. Бәлкім имам такбир айтса, такбир айтады. Аллаху акбар десе, Аллаху акбар дейді. Аллаху акбар деп сәждеге барса, сәждеге барады. Аллаху акбар деп сәждеден, екі сәжденің арасында отырса, сосын сәжде. Кейбіреулер
Аллаға сәждеде Аллаға дуа қылғысы келіп қалады. Ол жақсы нәрсе. Аллаға дуа қылған жақсы. Наби саллаллаху алейхи ва саллям фаиннаху қамилун айюстажаба лах дейді. Яғни сәждеде болған дуа қабыл болуға лайықты болған дуалардың бірі деп айту. Бұл анық нәрсе. Бірақ бұл өзің жеке оқыған жағдайда дуа қыласың, қажетіңе жараса. Амма имамның артында тұрдың ба, имам мына жақтан Аллаху акбар деп екі сәжденің арасында отыр да, ол ана жерде сәжде қылып жатыр. Екінші сәждеге кетейін деп жатса да, кейбіреулер сәжде қылып жатады. Не қылып жатсың десе, дуа қылып жатырмын дейді. Бұл дуа орны дұрыс, бірақ қазір оның уақыты емес. Ол дуа орын, сәжде дуа қылынатын орын, бірақ мынау қазір уақыты емес. Аллаға дуа қыламын деп намазын құртып алады сосын. Сол себептен надандық адамның амалын қалай құртып қойғанын өзі білмей қалады надан адам. Сол үшін бұл мәселелерді дұрыстап білу керек. Әрбір қасиетті амалды өз орнында, өз уақытында істемесең, сол қасиет саған бәле болып қайтып келуі мүмкін. Сол себептен имамнан артта да қалу болмайды. Бұл үшінші жағдай. Бізден талап етілген нәрсе бағанағы мутабаа деп айтады ғалымдар. Мутабаа ол имамның артынан кетпе-кет жүру. Имамның артынан кетпе-кет жүру болып есептеледі. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям соны үйретіп жатыр. Фаиза каббара факаббиру, ва иза рака'a фаркa'у. Егер руку қылса, руку қылыңдар деп жатыр. Ва иза қала сами'a Аллаху лиман хамида фақулу раббана ва лакал хамд. Ва иза саджада фасджуду. Сажде қылса, сажде қылыңдар. Сол. Абу Хурайра радияллаху анхуның риwayatында يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام دي. Ey adamlar, men sendердің имамдарыңмын. Менен рукуда немесе сәждеде менен өзіп кетпеңдер деп жатыр. Менен өзіп кетпеңдер деп жатыр. Демек, бұл өзу мүмкін емес. Бұл өзу мүмкін емес. Жақсы, فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. طيب, бір адам, енді бір мәселе келіп жатыр бұл жерде. Бір адам имамнан бұрын жақсы қателесіп, бұрын сәжде қылып қойса, бұрын руку қылып қойса, не болады? Десе, ража, артқа қайтады. Екінші рет имаммен бірге орындайды оны. Екінші рет имамменен бірге орындайды. طيب, فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. Егер біліп тұрып, соның мүмкін емес екенін біліп тұрып, қасарысыз сол имамнан алдын руку қылып тұра беретін болса, намазы бұзылып қалады. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва салламның имамға еру мәселесіне қарсы келіп жатыр. Иннама жуилал имам лиютамма бих. Имам оған еруге қылынған. Одан алға өтіп кету мүмкін емес. Солай ма? طيب, وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه. Егер имамнан артта қалып кету деп жатыр. Имамнан егер артта қалып кетсе, бір рукн, яғни ол бірінші сәжде қылып жатыр, мынау арада отыр, немесе мынау арғы сәждеге өтіп кеткен, үзірсіз, факассабқи бихи, үзірсіз болатын болса, намазда имамнан асығып жүрген, алда өзіп кеткен адам сияқты қастанып тұрса, намаз болмайды, бұзылады. Тайып, егер үзірі болсашы, яғни артта білмей қалып қалды, немесе имамы тез оқиды, рүкіндарды мынау өз орнына қояйын десе, анау тез оқиды. Кейбір имамдар бар, артынан біреу оны қуалап атқан сияқты жүгіріп оқиды. Жете алмайсың оған. Ол өзінің рүкінін орындайды да имамға жетіп ала береді.
Wa in takhallafa bi rak'a, yani bir rakat артта қалып кетсе, onda imam сәлем бергеннен кейін тұрып намазын толықтатып қояды. Айтады: "Wa yusannu lahu in 'arada 'aridun li ba'd al-ma'mumin yaqtadi khurujahu an yukhaffif" деп жатыр. Егер имамға қатысты мәселелер бол. Имамға қатысты болған кейбір мәселелер. Ол имам намаз оқып тұрған уақытта артында оқып тұрған жамағаттан бір намазды жеңілдетуге қажетті болған нәрсе сезсе, намазды жеңілдетеді. Мысал, Наби саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен намазға кіремін да намазды ұзақ оқымақшы боламын, яғни ұзын сүре оқымақшы боламын. Бірақ жас баланың жылағанын естемін да сонымен намазды қысқартамын" деп жатыр. Анасына болған сол бағанағы сағынышы немесе соған барғысы келіп тұрады баланың. Сол себептен мен қысқартамын. Қысқартамын дегені, яғни рүкіндерді тастап кетемін деген емес. Бірақ мысал 50-60 аят оқымақшы болатын болса, 30-40 немесе 20 жеңілірек оқиды. Немесе рукуда 10 Субхан раббиял а'ла деп айтатын болса, әдетте 3-4 қылып айтады. Осылай азғантай жеңілдетеді. Рүкіндерді немесе уажиптерді тастамаған жағдайда. Себебі деп жатыр: "Ватукраху сур'атун тамнa'у мa'муman min fi'li ma yasun aw yusannu". Имам намаз оқып тұрған уақытта жағдай барынша жамағаттың да намазын ойлау керек. Асықпай оқу керек. Арттағы адамдар рүкіндерін дұрыстап, уажиптерін дұрыстап, керекті дәрежедегі сүндеттерін де орындап алуға жағдай жасап беру керек. Яғни сәждеге барғанда, мысал, рукуға барғанда Субхан раббиял азим, Субхан раббиял азим, Субхан раббиял азим деп, және азғантай тәсбих айтуға жағдай жасап берсе жақсы. Сәждеге барғанда да Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла, немесе сәлем беруден бұрын да салаватты айтып, ташахудты оқып, салаватты айтып, содан кейін азғантай дуа оқып, азғантай адамдар дуа қылып алуға да жағдай жасап берсе жақсы. Асығуы бұл жерде кейбір сүндеттерді тастауға да алып баруы бұл макрух. Бұл ақиқатта кейбір қазіргі күндегі кейбір имамдардың істеп тұрған қасарысулары өте бір жаман сөйлетті. Себебі олар әшейін бір сүндетті тастау емес, бәлкім керек болған уажиптерді тастауға алып барады. Тәсбих айта алмайды, кейбіреулер Фатиха сүресін оқи алмайды. Ханафи мазхабында Фатиха сүресі рүкін емес, бірақ уажип. Фатиха сүресін оқу рүкін емес, дұрыс, бірақ уажип. Рүкін Құраннан аяттарды оқу. 3 қысқа аят немесе ұзын бір аят оқса, рүкінді орындаған болады. Сол нәрсені жағдай жасап беруге әрекет қылу керек. Жағдай барынша рүкіндерді, уажиптерді және кейбір сүндеттерді орындауға имам деген жағдай жасап берсе, сол жамағаттың ақысынан болады. Одан кейінгі мәселе: وَيُسَنُّ تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ. Имам болған адам бірінші ракатын екінші ракатына қарағанда ұзынырақ қылған дұрыс. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва салламның намазы осылай. Себебі біріншіде Наби саллаллаху алейхи ва саллам оқыған осылай. Имам Бухари және Муслим рахимахумуллахтар шығарған хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллам бірінші ракатында екінші ракатына қарағанда ұзынырақ, екінші ракатты бірінші ракаттан көре қирааты қысқарақ болатын дейді. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. Таң намазында бірінші ракатында ұзынырақ, екінші ракатында қысқарақ оқитын, бірінші ракатқа қарағанда.
Бұның себептерінің бірі, кейбір ғалымдар айтады, сол кешіккен адамдар жиналу үшін. Себебі Омар Мұхаттаб радиаллаху анху адамдарға намаз оқып берген уақытта о кісі таби айтады рахимахулла: "Руббама қара би сурати Юсуф ау нахл ау нахви залик фи ракати ула хатта яжтами ан-нас." Бірінші ракатында Юсуф сүресі немесе Нахл сүресін оқитын деп отыр. Хатта яжтами ан-нас, адамдар жиналу үшін. Болды бір себеп бірінші ракаттың ұзын болуына. О себептерден, бірақ Наби саллаллаху алейхи вассаламның осылай оқығанның өзі жеткілікті негізінде бізге. Соның сүндет екені. Содан кейін бұл кісі айтып отыр: "Уистахаббу лил иман интизар ад-дахили лиюдрика ар-рак'ата ин лам яшуққа алал маъмумин" деп отыр. Имам рукуға барған уақытта артта келіп қосылатын адамдарды жетіп алу үшін азғантай күтіп тұрса, жақсы болады деп отыр. Егер соны артындағы оқып тұрған адамдарға ауыр батпаса, ауырлық қылмаса деп отыр. Бұл нәрсеге ашық дәлел жоқ сияқты, аллаху алам. Жалпы адам оқи береді әдеттегі оқығандай, артында адамдар қосылып атса да, қосылмаса да. Одан кейінгі сөзінде айтады: "Ва аулан наси бил имамати aqra'uhum li kitabillah." Адамдардың ішінде имамдыққа ең ақтысы Аллах субханаху ва тааланың кітабын, яғни Құранды кім жақсырақ оқитын болса, сол адам болғаны дұрыс. Бұл қашан? Егер таңдау бабына келетін болса. Мешіттің имамы таңдалып жатыр, немесе бір жолда, сапарда жамағат болып қалды, сол жерде кісілердің ішінен біреу имамға алға өту керек. Солардан кім имам болу керек адамдарға десе, бұл кісі айтып отыр: "Аулан наси бил имама aqra'uhum li kitabillah." Құранды жақсы оқитындары. Amma taqdimun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr ma anna ghayrahu aqra minhu ka Abi Dharr ka Ubay ibn Ka'b wa Mu'adh. فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أن المقدمة في الإمامة الكبرى. Yani Abu Bakr radıyallahu anhu'nun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında басқа сахабалар о кісіден Құранды жақсырақ жаттаған болғанымен о кісінің бұрын өткені деп жатыр. Имам Ахмад рахимахулла айтпақшы, дейді, Абу Бакрды өзінен кейін халифа екенін белгілеу немесе білдіру үшін дейді. Сол мағананы Омар Мұхаттаб радиаллаху анху, бағанағы Омар Мұхаттаб радиаллаху анху айтқан сөзі. Абу Бакр радиаллаху анхуны халифалыққа таңдалып тұрған уақытында Наби саллаллаху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам сізді біздің дініміз үшін разы болды ғой, яғни өзінің орнына имам болуға. Қалай біз дүниеміздің ісіне разы болмаймыз сізге, яғни сізді халифа қылып таңдауға демекші. Сол мәселе. Бірақ сахабалардың уақытында келетін болсақ, олар Құранды қанша оқыса, сонша дәрежеде олар сол Құранды мағаналарын біліп, оған амал қылатын суретте болған. Қазіргі Құранды тек қана ләпсін жаттап алатын қарылар сияқты болмаған. Сол үшін Ибн Масуд радиаллаху анху: "Сендер қазір фуқахаларың көп, әшейін бір қариларың аз, уақыттасыңдар, яғни жақсы уақыттасыңдар" дейді. Келешекте қарыларың көп, фуқаха ғалымдарың аз уақыт болады, сол уақыт жаман дейді. Адамдардың арасында білім иелері аз болып, әшейін Құран оқитындар көбейіп кеткен. Абу Абдуррахман ас-Сулами рахимахулла айтады, бізді имам Ахмад рахимахулла мұснадында шығарған, бізді Наби саллаллаху алейхи ва салламдан бізге оқытқан сахабалар деп жатыр. Олар Наби саллаллаху алейхи ва салламнан аяттарды алған уақытта 10 аяттан алатын еді дейді. Олар басқа бір 10 аятқа өздері алған аятты үйреніп, оған амал қылғанша басқа аятқа өтпейтін деп жатыр. Содан олар айтатын: "Фа'алимнал илма вал амала мa'an." Біз білім менен амалды бірден үйренгенбіз деп айтатын. Бұл олардың
ерекше қасиетінен, өз негізінде осылай дәрежеде болу керек. Адам білгеннен амалы бірге еріп жүру керек. Білгеніменен амалы. Тек қана біліп қою ғана болатын болса, ол білім шайтанда да бар, бидат иелерінде де бар, кейбір мұнафықтарда да болуы мүмкін ол білім. Бірақ білімнің артынан амал еруі бұл сахабалардың, мұрагерлерінің сипаттары. Наби саллаллаху алейхи ва салламнан Абу Мас'уд аль-Бадри радияллаху анхудан хадис келеді. Имамшылық бабында, яғни кім имам болу бабында. Сонда айтады ол кісі, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады дейді, я уммул қаума ақраухум ли китабилlah. Қауымға имам болғанда Құранды ең жақсы оқитыны имам болады. Сөзсіз Құранды жақсы оқуменен бірге намаздың рүкіндері, уажибаттары, мұстахабтары, намазды бұзатын нәрселер, дәрет мәселелері, соған ұқсаған жалпы намаздың фиқхы туралда мәліметі жақсы болу керек. Ол адам егер ғалым болмаса да, Құранды жақсы біліп, соменен бірге намазға қатысты, дәретке қатысты болған мәселелерді білсе, ол адам басқа Құранды азырақ білетін адамнан көріп бұрынырақ жүрген дұрыс. Я уммул қаума ақраухум ли китабилlah. Фа ин кана фил қираати сава. Егер олар барлығы қираатта бір түрлі болатын болса, аламухум бис сүнна. Солардың ішінде білімдірегі, сүндетті көбірек білгені өтеді. Егер Құранда бір түрлі болса. Фа ин кана фис сүннати, кану фис сүннати сава фа ақдамухум хижратан. Егер Құранда да, хадисте де бір түрлі болатын болса, қай бірі бұрынырақ хижрат қылған болса, сол болады дейді. Ва ин кана фил хижрати сава фа ақдамухум синнан. Егер Құранда да, білімде де, хижратта да тең болса, олар жасы үлкенірегі өтеді. Тура Малик ибн Хувайрис радияллаху анхуның хадисіндегі فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ дейді. Яғни, іштеріңнен біреуің азан айтып, үлкенірегің имам болсын дегені, бұл Малик ибн Хувайрис радияллаху анхумен бірге келген сахабалар барлығы бір түрлі дәрежедегі білімде. Себебі олар келіп, Наби саллаллаху алейхи ва салламнан білім алып кетіп жатыр. Сол себептен олар білімде тең болғандықтан, Наби саллаллаху алейхи ва саллам оларға үлкендерің имам болсын деген. Илля негізінде үлкендік осы жерде келеді. Яғни, Құран, хадис, фиқх мәселелері, хижрат мәселелерінен кейін үлкенірек бұрын қойылады. Сол жерде Абу Мас'уд радияллаху анхуның хадисінде бір пайдалы жері бар. Айтады, «Вала я умманнар ражуля фи султанихи». Бір кісі басқа бір кісіге оның билігінде имамдыққа өтпесін. Яғни бір мешіттің имамы немесе біреудің үйіндесің сен, сол жерде жамағатпен намаз оқып жатсың, ол жерде сол жердің бастығы сол ғана имам болады. Мешіттің имамы болатын болса, ол сенен біраз дәрежеде білімсізірек болса да, мешіттің имамы имам ол. Соның артында оқуың керек болады. Егер ол адам білімде біраз сенен төмен болса да, ол имам, мешіттің имамы имам ол. Соның артында оқу керек. Сол имам тек қана басқа біреуге имамдыққа өтуге рұқсат берсе ғана, басқа біреу өтуге ақысы бар. Амма кейбіреулер мешіт құрып қойғандықтан, немесе мешіттің имамына азғантай бір қызмет қылып сөзі өтетін болғандықтан ба, қалай болғанына Аллаху алам, имам азғантай кешіріп қалса, бірден имамға өтіп кете салады. Бұл дұрыс емес бұл. Наби саллаллаху алейхи ва саллям қайтарып жатыр. «Вала я умманнар ражуля фи султани». Тура сол сияқты біреудің үйіне бардың ба, сол жерде жамағат болып оқуға қажет болып қалса, жамағат болғанда, ол үйдің иесі намаз оқып беру керек, имам болып. Тек қана егер ол өзі рұқсат берсе, басқа мәселе. Сол сияқты біреудің үйінде отырғанда да, «Вала яқуду фи байтихи ала такриматихи илля биизниhi». Сол сияқты біреудің үйіне барғанда да, үйінде отырсаң, үйінде тек қана сол адамның рұқсатымен отыруың керек. Өзіңше бір жерде отырып алмағаның дұрыс. Кімді қай жерге отырғызуды үйдің иесі өзі біледі. Соменен шектелген дұрыс. Себебі үйдің иесі өзінің аураты, жанұясының аураты қай жерден көрініп қалуы мүмкін екенін, немесе қай отырыстағы мәжілістегі сол жиналыс жердегі
орындар кімге қай жер екенін өзі біледі. Бір жерге өзінің атасын отырғызбақшы шығар, бір жерге өзінің құрметті қонағын отырғызбақшы шығар. Сен ол жерге отырып аласың, ол дұрыс емес. Бәлкім үйдің иесі кімді қай жерге отырғызса, сол жерге отырғаны дұрыс. Одан кейін айтып жатыр, "Уа ман салла би уджратин лам юсалла халфаху", кімде кім ақша бергеннен ақшаға оқитын болса имам болып, оның артында намаз оқылмайды. Себебі имам Ахмад рахимахуллахтан сұралды деп жатыр, Абу Дауд рахимахуллах өзінің ұстазынан риуаят қылып жатыр. Бір адам Рамазан айында сендерге тарауихты мынанша бикәза ва кәза мынанша ақшаға оқып беремін деп сұраған уақытында имам Ахмад рахимахуллах ас'алуллах ал-афия, Аллах субханаху ва тааладан амандық сұраймын. Кім оқиды бұндай адамның артында? Біреу намаз оқиды екен дейді. Яғни бұндай адамды хаджр қылыну керек, тасталған дұрыс. Артында намаз оқылмаған дұрыс. Амма мешіттің имамдарына өкімет өзі, қазіргі күндегі муфтият немесе соған ұқсаған өкіметтің арнайы өзі бөліп беріп жатқан, өкіметтің мүлкінен беріліп тұрған ақша арқылы күн көріп, соменен адамдарға дінді үйретіп, соменен адамдарға намаз оқып бере жатса, оның артында намаз оқыла береді. Оны ешқандай бір қарсылық жері жоқ, иншалла. Одан кейін артында намаз оқылмайтын кейбір адамдар туралы және имамның артында болатын кейбір мәселелер, жамағаттың саптардың реттелуі туралы мәселелер келеді. Оны иншалла кейінгі сабақта алуға әрекет қыламыз. Аллаху алам, субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аджмаин.